Лол, кек, чебурек, Зермен мен Нұрланбек. Достар, короче, бүгін мен Фреддидің үйіне охранник болып жұмысқа тұрдым. Ес, достар, кайф. Короче, осындай үй. Кіріп көрейікші, бісміллә деп. Нормальный үй болу керек. Ондай призрактар бар үй болмаса екен. Хотя, может... Бісміллә. Достар маған адамдар айтып еді, мен жұмысқа тұрайын деп отқанда мен достарым да адамдар да кәдімгі айтты. Бұл үй қорқынышты үй деді, бұл жерге тұрма деп еді. Мен қараңдаршы, не кажется, қорқынышты. О, ура! Есік ашылды! Есік ашылды! Бісміллә, сіз кімсіз еу? Ашық па есік? Есік ашық, иә? Бүгін нешесі? 7-сі. Ровно 4 күн болыппын ғой мен мұнда. Сіз кімсіз бірінші айтыңызшы, неге жалаңаш шығып кеттіңіз? Үстіңізде не мынау? Нассада жүрсіз ба? Не мынау? Мен күзетшімін осы жақта. Фреддидің үйі бұл. Күзетшісі? Сен не үшін келдің? Негізі мен ғой күзетші. Мені алды 200 Мені ауыстыруға келдің ба? Иә. Ура! Ес, жүр онда түсіндірейін мен. Есікті жаппа, ашық тұра берсін. Шын ба? Иә. Жарайды. Кір, жақсы бол. Есік жабайын да есікті онда, иә? Жаппа дейм есікті, құма. Ойнап тұрсын ба адаммен? Жарайды. Жаппа есікті, жапсаң ашылмай қалады. Мына жер қорқынышты екен, неге барлығы жабық? Мынау реально заброшка ма? Заброшенный үй ма? Фредди. Мен саған жаппа дедім ғой, ешек. Не ойнап тұрсын адаммен? Сен қандай серьезный екен білесің ба мына жер? Өзі алып кетті, жігітше айтып тұрмын, өзі алып кетті. Ең білесің ба, ашылмайтын 5 күнге дейін. 5 күннен кейін ғана ашылады, айтпадым ба саған ешкім? Ничего, 5 күн отыра тұрасың, зато тағы 200 мың береді. Мен мұнда 4 күн жүрмін. Маған соңғы күн қалып, білесің ба, соңғы күн қандай қауіпті екенін осы жер? Не қауіптісі бар? Нормальный жер ғой, үй ғой кәдімгі. Саған тек 5 күн беріледі осы жаққа күзетші болуға. Тірі қалсаң көп ақша береді саған, айттым ма оны? Тірі қалсаң? Иә. Ал егер де 5-ші күн өте қиын болады. Ал мына жерде любой момент өліп қалуы мүмкінсің, білесің ба? Сағат неше екенін білесің ба қазір? Сағат неше мен білмеймін. Білмеймін, 7 болған сияқты, 8. Сен ой күзетші боласың, кел мынандай форма киіп ал. Біз осы жақта Фреддидің үйінде осындай киім киеміз біз. Неге? Тез киіп ал саған. Не үшін ол? Мә. Не ғой анау есік жабылып кетті, мен білмеймін анау қалай. Просто аша салмайын ба қазір? Қазір барып көремін. Бітті, болды, ашылмайды. Ема анау не? Сен кесірің барлығы. Күтші анау не ол? Не? Долгуксың ба? Мен и таки психпын уже, қорқып жүрмін, мен қорқытпа. Мен дайынмын. Дайынсың ба? Сен прикол ұстап жүрсің, видеоға түсіріп. Саған үлкен сияқты осы форма что? Нормально. Мынау жалпы не үшін мына жерде не? Аяқпен кір мына жерге. Ема. Сен ба жапқан? Жоқ, магия дедіңіз ғой. Ойнамашы адаммен. Ё-моё. Айттым ғой, жабылып қала береді, есіктер өзімен ашылады, өзімен жабылады. Мына жер не Короче, болады? мен саған түсіндірейін. Фонарикпен жүресің үйдің ішінде. Үйдің ішінде тоқ жоқ. Естіп тұрсың ба? Иә. Вообще светті қоссаң істемейді негізі. Бұл жерде тек арнайы құралғылар бар. Мысалы, мына бөлмені ашып қарашы. Бісміллә. Мына бөлмеде көрдің бе, өзінің арнайы андай күннің қуатымен қуаттанатын осындай светтер бар, жарықтар бар. Ема. Бұның энергиясын сен сақтау керексің 5 күннің ішінде. Егер мынау сөніп қалса біттің. Мына монстрлар түнде оянады. Монстрлар? И сені өлтіріп кетеді, иә. Бұл үйде монстрлар бар, мен саған түсіндіріп. Анау ойын бар еді ғой, Five Nights at Freddy's деген. Иә, сол ойын ғой бұл, тоже оған ұқсайды. Сен келісесің ба охранник болуға точно? Мен келсем, мен охранник боламын, енді выход жоқ, есік жабылып қалды дедіңіз ғой. Короче, киіп ал басыңды, киіп ал. Бұл костюмдар арнайы жабдықталған, материалы өте ауқымды. Оксигелевый кислотаға қарсы. Бұның ішінде радиация бар бұл үйдің ішінде. Өте қауіпті үй Фреддидің үйі. Жақсы. Бұл Фреддидің үйі, яғни жүріп кетіп мұнда Фредди бар айтпады. Кірмей қойсақ бола ма? Кір, пока что сағат әлі кеш қой, түн болған жоқ, түнде ғой. Анау ойында сияқты ма? Түнде оянатын? Батарея сөніп жатыр, көрдің бе? Біттік, мына экономдау керек. Сөндіріп қой. Мен дым түсініп атқан жоқпын, бірақ FNAF-қа ұқсайды екен, бұл ойынға ұқсайды екен. Мінеки, біздің ең қауіпті
қауіпті жігіттер. Мынау Джерри, мынау Фредди, мынау Тедди. Жоқ. Мынау Фредди, мынау Джерри, мынау Тедди. Тедди гитара ойнайды түнде. Так что абай бол. Гитараның дауысын естісең, сен уже өлейін деп жатсың деген сөз. Мен қорқамын. Ең қауіптісі Джерри. Джерри жоқ болып кететін болса осы жерден. Онда біттік, мына жерде жер сілкінісіне дейін болуы мүмкін мына жерде. Неше түрлі үй қозғалады. Мені өлтіріп тастауы мүмкін ба? Жаман, вообще жаман. Мынау жоғалса біттің. Мынау жоғалса точно біттің. Мынау басында жоғалуы мүмкін, бірақ ол нормально. Не болды? Не? Не? Малғынбай оянды, походу. Малғынбай? Малғынбай. Анау ма? Осы жерде Джерри мен Тедди ойнайды. Қазір мешать етпе оларға. Джерри. Мен просто түсіндіріп жатырмын қазір. Біздің қонағымызға. Кім? Қонақ деппін ғой. Осы жерде жұмыс жасайды енді. Осы күзетші болады 5 күн бірге жұмыс жасайтын боламыз. Атың кім сен? Менің атым Нұрланбек. Нұрланбек? Ұзақ ойландың ғой. Менің есімім Қазбек. Танысқаныма қуаныштымын. Мен уже 4 күн осы жерде жұмыс жасап жатырмын. Маған сұрақтарың болса қоя бер. Сұстамашы мен. Жауап беремін. Сен кімді көріп тұрсың мына жерде? Джерри мен Тедди. Джерри Нұрланбекті қабылда, оған тиіспей көп. Тедди, бірақ сен что-то тиісетін сияқтысың по-любому. Жарайды. Короче, бір күн күтіп тұрған жоқпын. Джерри мен Тедди ойнап жатыр қазір. Сен самый главный олардың стульчиктерін алып, ана үстіндегі бас киім, праздничный бас киімдерді алып кетпе. Жарайды. Алып кететін болсаң біттің. Мынау деген ұстамас, жақында ана кругты көріп тұрсың ба? Иә. Ана кругқа басуға болмайды. Неге? Мен қоршап қойдық. Мен Болатбек деген охранник, менің алдымдағы охранник осы жерді қоршап қойды. Ең опасный жер дейді, осы жерде басатын болсаң біттің. Айтпақшы, әр 30 минут сайын осы жерге тұз салып тұру керек. Тұз? Мен ұмытып кеттім айтуға. Өзімде мен уже 20 минуттай салмадым тұз. Примерно 10 минуттан кейін маған ескертіп қойшы, мен осы тұз саламын. Тұз салсаң андай, осы духы ең мықтысы. Малғынбай деген. Негізі аты Балуынбой, мен Малғынбай деймін. Бәсе Балуынбой де ғой негізі ойында. Ең қорқынышты түнде осын бас киімі үстінде жауып кете береді. Өте қорқынышты, короче. Түрі шайтан. Жарайды, кеттікші қорқып отырмын уже. Маған көріп тұрсың ба? Осын бүйтіп ойнап тұру керек. Бұл не үшін дейсің ғой? Не үшін? Ол жерде ең қорқынышты призрак бар, осы жерде қайтыс болған. Марионетка, блин. Сол түнде, осы оның призрагі. Осындай тұрап көрдің ба? Осындай тұрмау үшін сен 30 минут сайын қосып тұру керексің. Түсіндің ба? 30 минут сайын қосып тұр, сосын андайлар тұрмайтын болады. Яғни мына жерде призрак оянуы мүмкін, марионетка. Бісміллә, қорқынышты ғой. Все, жарайды, кеттікші. Бұл жерде сен өзің тамақ ішесің. Малғынбай, бүгін айттым ғой, бүгін мына жерге тамақ ішпейсің обедте. Түнде шыға бер, бірақ маған тиіспей, Малғынбай? Сен кіммен сөйлесіп жатсың сен, Тыныш. Ұнамай тұр. Неге ұнамай тұр? Не ол? Өлтірем? Не деп жатыр, мен туралы бірдеңе айтып отыр ма? Сен ұнамай тұрсың оған. Құмаш, сен кімді көріп тұрсың, жерде ешкім жоқ қой? Призрактар көріп тұрсың ба? Күтші. Маған тиіспей, Очки бөлінген шығар, маған тиіспей бұл. Құмаш, маған да тиіспейсің, шеу. Мен жатамын. Түсіндірдің ғой, болды енді 5 күн жұмыс жаса, егер де тірі қалсаң саған мейлі. Күтші, звондап отыр. Мен алмаймын ол. Ұсташы, саған да звондадым ма? Ол тек новичоктар звондайды, ал. Алло. Маған бәрін түсіндірді уже. Айтпай-ақ қойыңыз ештеңе, маған алмайын кредит. Түсіндіріп жатыр мына жерде не болу керек? Кредит ал дейме, бір не дейік? Кредит емес, 5 күн тірі қалды. 5 күннің ішінде мен тірі қал деген кредит ал дейсің қалам. Қазір мен ұйықтап аламын, так что сен қарап қой, бәрін. Все, басым сүйка 12 болса. Бір күн аман шықсам, мен наконец-то кетем, маған есік ашылады. Сол түнде таңертең оятасың, келесі күн мен шықсын үйге қарай бара беремін. Ары қарай сен 4 күн өзің осы жақта өмір сүресің, Жарайды. Все, болды, давай. Мен что-то... Сұрақтарың болса айтасың ғой. Жарайды, мен онда күтейін, 12-ге шейін осы жақта отырайын. Түнгі 12-де есіктер жауып тастайын ма? Жақсы, көремін ғой.
12 болды, 1 минут қалды. 12? Иә, 1 минут қалды 12-ге. Дауыл тез тұр. Құртпа, есік жаптың ба? Так, не істейміз? Маған бәрібір сен процент. Қумай. Мен де ойлашы, пожалуйста. Қоспа, сөндір. Қосып қой, болды, ұйықтай бер. Мама, не отыр? Паранормальный бірдеңе отыр мына жерде. Камераларды қарауға болады. Камера мына жерде. Бар ма не камера? Камералар бар. Ема. Кішкене анау қозғалады да камера бір қандай. Ема. Қазір осылай болып жатыр. Дәл қазір ма анау? Дәл қазір осылай болып жатыр. Анау қорқынышты ғой. Кішкене қозғалады. Қозғала берсін бәрі. Земірде сен не болып жатқан шығар. Давай анау ойыншық бөлмені көрейікші, ойыншық бөлмені. Мына ойыншықтар жататын шығар бөлме. Кішкене қозғалатын бар да енді. Мен қалай дейді жаңағы. Ема, мынауың кайф қой. Сонда дәл қазір анаяқ не отыр, сол көрсетіп ма? Қарап қойдайын, орындарында отыр ма шынымен де? Иә, дәл сол болып отыр. Кайф десе, иә? Ойыншықтар орында, иә? Короче, ойыншықтар орында. Барлығы орындама қарап отыр. Айтпақшы, мынау жоғалып кетпесін. Бір-екеуі жоғалып кетсе біттің. Біреу орнынан жоғалып кетсе, значит тұрды деген сөз уже. Оянды, иә? Оянды деген сөз, уже сен өлтіріп кетуі мүмкін. Иә, сен күліп тұрсың ба, не күліп тұрсың сен? Күліп тұрған жоқпын мен, серьезно, иә? Сен 5 күнге қамалып қалдың, бітті мына ойыншықтармен. Өліп қалуың мүмкін, любой момент, так что қарап отыр камералар тез. Жарайды, ас бөлме. Мен уже басым істемейді мен негізі. Мен уже басым ауырады, мен білмеймін. Не отыр? Қараш. Қарамаймен. Пожалуйста, не отыр? Орнына тұрды, е? Бірдеңе болып жатыр анаяқта, е? Камера ұзап кет, білем. Светті қоса тұрайық, бірақ зарядка көп кете ма? Көп кетеді, қосу олмайды. Атыр мен өзім қарап қайтамын. Қарап қойшы, пожалуйста, е? Мен қорқып отырмын жаман. Анау шықпасын, анау. Марионетка шықпасын. Ема, анаяқта ғой шкатулка. Мен шкатулканы айналдырмадым бірақ. Тупой шкатулка айналдырмадым, Я? А? Кешірші, менікі сек қойды. Сен сек қойшы, мен тұз себем. Көтің кетіп жатыр, мен шын айтам, мен шайын деп жатырмын. Сен білесің ба не істегеніңді? Сен бүлдірдің бәрін. Анау марионетка оянатқан сәт тез. Неге айналдырмайсың? Марионетка оянып жатыр бұл. Камерадан қарап. Давай. Жоқ, вообще көрмейатсың. Ас бөлме. Тез. Блин, қорқынышты ма? Помехи отыр. Мен артымда ешкім жоқ па? Мына жер қорқынышты ғой, анаяқтан біреу шықпасыншы. Аяқта звук шығып отыр бір. Қарай көрейікші, достар. Не отыр? Не? Қайдасыз? Мен бармаймын.